Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен хычини дайындаймыз. Ішіне картоп және сыр қосылған өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен айранды құйып аламыз. Температурасы маңызды емес. Үстіне тұзымызды саламыз және ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді шетінен ұнымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Содан кейін барлығын салып, қолмен жақсылап илейміз. Ішіне қоспасын дайындаймыз. Сырды үкіштен өткізіп аламыз. Картопты газға суға қайнатып аламыз. Қабығын ашып, осылай үкіштен өткіземіз. Енді картоптың үстіне сырымызды қосып, біраз тұз қосып, араластырып біріктіреміз. Міне ішіне салатын салмасы да, жаймасы да дайын болды. Енді хычинимізді жасаймыз. Тестаны осылай тағы бір илеп аласыздар. Сосын 12 бөлшекке бөліп аламыз. Енді осылай бір-бірден алып, біраз жайып шығасыздар. Сосын үстіне салмасын саламыз. Сосын осылай видеодағыдай жауып шығасыздар. Сосын ұнымызды сеуіп, ақырындап жаямыз. Қалыңдығы 3 мм болады. Тесіліп кетпес үшін осылай үстінен ақырындап жаясыздар. Егер жайғанда осылай шишкалар шықса, зубочисткамен осылай тесіп тастайсыздар да қайтадан жаясыздар. Міне қалыңдығы осылай болып шығады. Тағы бір көрсетіп жіберейін. Осылай жайып, ішіне салмасын салып, осылай жауып шығасыздар.
Сосын ұнымызды сеуіп, жақсылап жаясыздар. Енді құрғақ табада баяу отта бетін жауып пісіреміз. Осылай қызарғаннан кейін келес жағына аударасыздар. Пісіріп болғаннан кейін ыстық күйінде үстіне сары майды екі жағынан жағып шығамыз. Міне біздің хычинеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне хычинеміздің іші осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.